Мына видеоны көріп, қаным басыма шауып, жыным келіп отырды. Қараңыздар. Бұл видеода Астананың төрінде, жәрмеңкеде біздің Каспийдің қызыл балықтарын басы мен құйрығына дейін ашықтан ашық сатып жатыр. Каспийдікі деп мақтанып қояды. Сіздер көрдіңіздер ма? Бізде Атырауда жәрмеңке болсын, басқа болсын, осы қызыл балықтарды келіп сатқан. Жоқ. Еш жерден көрмейсіздер. Тіпті қай жылы жедіңіздер? Айтыңыздаршы. Ауыздарыңыздан дәмді ұмытып қалған боларсыздар. Шын. Неге біздер сата алмаймыз? Біздер дейтін неге сата алмаймыз? Неге жия алмаймыз осыны? Неге біздер аулай алмаймыз? Неге Астана жеу керек оны? Астананың төрінде әкеліп біздің Каспийдің балықтарын, қызыл балықтарын әкеліп сатады екен, біздер жия алмаймыз. Сонда Астанаға кім жіберіп жатыр оның бәрін? Жақсы, ол легально болсын, нелегально болсын, документ болсын, болмасын. Бірақ неге біздер жей алмаймыз? Неге біздер сата алмаймыз сол? Неге біздер сатып ала алмаймыз соны? Айтыңыздаршы. Өйткені не? Бізге болмайды. Біздер соның түбінде отырып қой. Жағасында, жайықтың жағасында, теңіздің жағасында, тіпті екеуінің бірге қосылатын сағасында отырып, бірақ қызыл балық бізге сатуға болмайды, аулауға болмайды, жеуге болмайды. Қалай сонда? Бұл әділеттік пе? Бұл әділеттік пе сонда? Моратория жариялағанына неше жыл болды? 10 жылдың көлемінде болды. Не істеді қызыл балық? Көбейді, өсті, өнді. Енді соны Астана жеу керек пе? Неге біздер жей алмаймыз, батыстықтар соның Каспийдің жағасында отырып? Неге Ақтау жей алмайды? Неге Орал жей алмайды? Масқара. Біздер соның тіпті жағасында отырып та соны жей алмай отырық. Жақсы ол. Әкеліп қымбаттан сатсыншы, арзаннан сатсыншы. Бірақ соны біздер алайық та, соны жейік та біздер. Неге жей алмаймыз? Астананың төрінде сату керек. Моратория жариялағанда бәлен жыл болды. Қызыл балық өсті, өнді, көбейді. Тіпті мына жайықтың өзінде қазір қармаққа шығып жатыр. Сіздер көрдіңіздер, жаз бойы біздер қызыл балықты, осетровый бекіре тұқымдас балықтарын бәрін жібердік. Бәленбай миллион. Олар қазір жайықта толып жүр, өсіп жатыр, өніп жатыр, көбейді. Тіпті қармаққа да түсіп жатыр, керек десең. Енді ашу керек қой мораторияны. Моратория үшін қаншама адам сотталды, семьясынан айырылды. Тіпті үйін тәркіледі, астындағы көліктерінде жұлып алды. Алтта түрмеге тығып, артынан алтта 50 миллион, 60 миллион әкелді, тықты. Сол әділеттік пе сонда? Өзіміз жей алмаймыз. Өзгелерді қарқ қылып жатыр. Мораторияны ашу керек қой. Мораторияны ашу керек қой. Неге біздер біздің Атырауда неге сатпайды сол қызыл балықты? Неге біз неге соны жемейміз соны? Айтыңыздаршы. Жақсы, документпен болса да сатшыншы базарларда. Алайық біз соны. Соны жейік. Ең болмаса сол басын жейік. Тіпті құйрығын да жейік керек болсаң. Бірақ қайда жоқ қой бізде. Бізде сатпайды өйткені. Өйткені сатуға болмайды. Егер бір аулап атса, егер біреуді әкеліп егер сөздер сатып атса біздің Атырауда келіп, шашына әкеліп ұстайды да, түрмеге әкеліп тығады, үйінің бәрін тәркілейді, еще до кучи алады да оған 50 миллион, 60 миллионда әкеліп тығады. Сол әділеттік пе? Сол әділеттік пе сонда? Астана рахаттанып соны жеу керек. Біз тіпті жайықтың жағасында, Каспийдің, теңіздің жағасында отырып, бірақ бізге жеуге болмайды. Астана сатып жатыр. Бізде сатуға болмайды. Неге ол? Моратория жариялағанда бәлен жыл болды ғой. Көбейді ғой енді. Қызыл балық көбейді. Тіпті киікпен салыстырайықшы. Киік демекші, киікті де айтпай-ақ қояйық сәпсем. Өткенде киіктің етін алуға барғам. Киіктің еті шарықтап тұр 2500-2800 дейді. Соған кім соған бір айыр шөп салды екен? Соған кім бір шелекпен жем берді екен? Кім соған құдықпен су берді екен бір шелек? Айтыңыздаршы. Ешкім де берген жоқ.
даладағы жабайы жануар. Құдай беріп тұр ғой мүмкіншілікті. Мә алыңдар шешті, беріңдер. Неге киіктің етін 1200-ден 1000-жарымнан хотя бы сатпасқа? Даланың табиғаты ғой, тегін келіп жатыр ғой, тегін келіп жатыр ғой. Құдайкең беріп тұр ғой, алыңдар шеш, жеңдер шеш деп. Жоқ, ондаған баттап сатып атсындар келіп. Тіпті киікпен салса, киік жылына бір-ақ рет туады, бір-ақ рет. Ал мынау бекіре тұқымдасын бар ғой, уылдырықтар, білесіңдер ме қанша миллион? Бәленбай миллион. Сіздер білмейсіздер теңіздің астында не болып жатқан. Бәрін рахаттың бәрін көріп жатқан Дагестан, Баку, Иран, сояқта. Бізден су қашып кетті. Бізден су қашып кетті, теңіз. Қашып кетті. Бірақ рахатын көріп жатқан солар. Сояққа кетіп қалды, өйткені балықтың бәрі. Біздер шырылдатып әкеліп жібереміз. Миллиондаған балықтардың шабақтарды әкеліп. Рахатын көретін олар. Сонда кім үшін жіберіп жатыр? Кім үшін істеп жатыр сонда? Кооперативтер бар ғой, неге қызыл балықты легально қылмасқа? Мораторияны ашып, 19 табиғат пайдаланушылар бар. Солардың бәріне әкеліп қызыл балықты аулатып, лимиттерін беріп, мә аулаңдар, мә Атырау халқы, мә Ақтау халқы, қарқ болыңдар сендер деп. Неге біздер Каспийдің түбінде отырып, соны жей алмаймыз? Айтыңдаршы. Масқара ғой. Астана дейміз на. Астананы вообще асырауды қою керек. Әпәсем қылып Атырау алды, көпір салып бек керім қылып. Ондай көпір бізде жоқ Атырауда. Біле білсеңдер, мына Атырау бюджетке 60% құяды ақшаның. Бірақ өзі тыржалаңыш отыр, тыржалаңыш, дым жоқ. Жолдың бәрі анау. Кедір-бұдыр шоңқыр кілең. Жасалмаған кілең. Қайыршы болып өзіміз отыр. Не, енді келіп тамаққа ауыз салдыңдар. Қызыл балықты өзіміз жей алмаймыз. Айнақтан Астанада рахаттанып қойып, қызыл балық жеп отыр. Мына масқаралықты қою керек қой. Қою керек қой мынандай масқаралықты. Қашан қоямыз? Сатыңыздаршы біздің базардан, өзіміз алайықшы соны, сатып алайықшы. Көргенде мәз боламыз анан. Қайдам? Қай жылды көрдік соңғы рет? Егер сол қызыл балықты бізден әкеліп базарда сатшыныз, соны бар ғой, жаман болады, жаман қыласыңдар ғой, кәдімгідей бар ғой, әкеліп сотта бір қылмыскерді ұстаған сияқтысыңдар кәдімгі. Тіпті бар ғой, пожизненно беруге дайынсыңдар, какой-то балық үшін, балық ертең ол өсетті өнет, ары қарай көбейеді, артынан қайтып ашып береді ғой оны дейтін. Енді солай неге ашпайсыңдар? 10 жылдың көлемінде болды ғой. Теңіздің астында не болып жатқанын сендер білмейсіңдер. Ол қалай кетіп отыр Астанаға? Неге соны біз сатып алып жемейміз? Табиғат пайдаланушылар бар, 19 Атырауда тіпті көп. Соларға берсін лимиттерді, ауласын, базарларда қойсын, сатсын бағаларын қойып. Біздер алайық соны, сатып алып жейік соны. Атырау халқы қарқ болсын, Ақтау халқы қарқ болсын. Өзіміз Каспийдің жағасында отырып, соны жей алмаймыз. Ұят қайда? Біздер Атырау облысы балықтан жалпы лидер болып келді. Әлі лидер. Енді қараңыздаршы, қазір бар ғой, мынау қазір балық шабақ, бекіре тұқымда шабақ өсіретіндер көбейіп кетті. Қазір бәрі жіберіп жатыр. Қай компания, любой компанияның бәрі қазір осыған аударып тек жіберіп жатыр. Табиғатты пайдаланып жатыр ғой. Жіберіп жатыр. Енді жақсы көбейіп жатыр ғой. Тіпті қармақтың өзіне түсіп жатыр ғой. Жайықта қармаққа кездесіп жатыр осы балықтар. Енді ашып жіберіңдер шеш, болды ғой. Ашып жіберіңдер шеш. Осы үшін талай адам кетті ғой сотталып. Семьясынан айырылып, әке бала шағасынан, ана баласынан, үйінен, еще оны түрмеге тыққаннан кейін әбден әкеліп, миллиондап, 50-60 мыңдап тықтыңдар келіп. Табиғатты ластап бүлдірт деп. Атаң басы. Ертең осының бәрі өтеді де кетеді. Ашылады ғой ертең мараты. Сондай қалай жүресіңдер сендер сонда? Қай беттеріңмен жүресіңдер? Неге легально қылмайсыңдар? Неге сонда Астана жеу керек біздің балықтарымызды? Біздер жей алмай отыруымыз керек. Жеу керек, мораторияны ашу керек. Атырау халқы, Ақтау халқы осыған қарқ болу керек қызыл балыққа. Қатты айтты демең.